Достар, сіздерге бір қызық нәрсе айтайын. Соңғы шыққан 2 кавер бар ғой. Періштем, осы күзгі қайың, оның бәрінде менің тамағым ауырып тұр. Негізі сөзің ашық. И қазірдің өзінде хрип бар, но уже более-менее. Скоро тамағым полностью жазылады. Сосын кәдімгі. Арина, демалыс күндеріңіз тағы да күшті өткен сияқты сіздердің. Иә, күшті. Әлеуметтік желіден байқап қалдым, бір ерекше жерге бардық деп. Кездесу ма, иә. Ұнады ма кездесу? Күшті болды. Эфирде айтып берсем қандай болғанын. Барып көрмеппін ондай жерге вообще. Тағы бір қырларыңыз ашылды ма? Солай десек те болады. Негізі андай бір план болады ғой, мына жаққа баруым керек, мына жаққа баруым керек. Сондай бір пландарым бар еді. Соның бірі болған, Біртіндеп птичка ойылып жатыр ғой. 2025-те тұрмысқа шығу ойыңызда бар ма? Иә, әрине, кез келген адам. Енді жобаға келген кез келген қатысушы солай келетін шығар. 24-те өтпеді екен, 25-те точно тұрмысқа шыға келді. Иә, 25-ге үлгермейтін жақсы бір ақын қалды, енді білмеймін енді. Алып қашу болмаса енді. Көреміз.